this is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Ел ағасы Қожа Ахмет Баймаханов ағамыз, аға үлкен рахмет уақыт тауып бізбен сұхбаттасып жатқаныңызға. Енді жалпы бірден мынандай сұрақ қойғым келеді сізге. Өмірлік тәжірибеңізбен бөліссеңіз, неден бастадыңыз, қандай қызметтерде болдыңыз және қазір немен айналысып жатсыз? Өмірлік тәжірибе болғанда, мен мысалы 1953 жылы Жалағаш ауданында тудым, Жалағаш поселкесінде. Өзіме Жалағаш тумасымын. 70 жылы мен Жалағаштағы 31-ші мектепті бітірдім. Сол жылы Томск қаласына барып инженерно-строительный институтқа түстім. Арасында 2 жыл Совет армия қатарында болдым. Сөйтіп 78 жылы мен институт бітіріп келдім Жалағашқа. Сол Жалағаштағы сол ПМК-дан бастап сол барлық сатысына өтіп, 82 жылы ма, 83 жылдар ПМК-ға бастық болдым. 89 жылдың сол декабрінде енді патриотсың, коммунистсің деп, анау-мынау деп, мен әйтеуір Жалағаш ауданында Калинин совхозында директор болып жібердім. Сол Калинин совхозында директор болып жұмыс істедім 94 жылға дейін. 94 жылы жоғары кеңесте сайлау болды, бірінші сайлау болды, демократичный. Әлі биліктің сайлаудың не екенін білмейтін кезі, шуры-муры жағын білмейді. Сөйтіп мен 4 ауданнан Қармақшы, Жалағаш, Терезек, Сырдариядан Қалтай Мұхамеджанов ағаммен мен ұяттау болды. Мен орыс мектебінде оқығам, мен Пушкинді білем, Лермонтовты білем дегенде енді. Оның ішінде Қалтай ағам деген өзі қожа болғанмен, мына Қалжан ақында бұлар Қарамолданың баласы болғаннан кейін олар мына Қалжан ақында тұрған. Табын болғанда да Қалтай ағамыз кешеге дейін мен Барлыбай табын деп кетті. Мен табын ішінде мен де Барлыбай болдым. Жамал ұят жасап, сол Қалтай ағам бар, 13 адам бар. Бүкіл облыс сол Қалтай ағама жақтасты. Мен бір өзім партизанит етіп, ол кезде мына 50% деген жоқ деген. Кім көп дауыс алады, сол екінші тур деген жоқ ол кезде. Кім көп дауыс алады, сол бірден депутат болады. Сөйтіп мен 42 мың ба, 43 мыңдай дауыс алып, общем Қалтай ағамнан мен 12.578 дауыс көп алдым. Даже мына простой пример, мына Қалтай ағамыз Тереңізектік қой. Біз 13 адам қатыстық, Тереңізекте сол 13 адам ішінен мен 49-да 1% алдым, Қалтай ағам 48-де 7 алды. Сонда қалған 11-не алғанын бір Құдай білетін мысалы. Сөйтіп сайлаудың сондай қатты болғанын айтайын деп. Сөйтіп 94-те жоғары кеңеске депутат болдым. 95 жылы Назарбаев ағамыз ол парламентті тарқатып жіберді. Бір жағы енді 177 депутат бәрі партизан, бәрі сентр мен атам. Ішінде бір партия, совет қызметінде істеген бір 20-30-дай болды, қалғаны бәрі партизан. Солардың ішінде 177 ішінде бір момындары мен момын болсам, қалғандарын бұлай жобалап байқайларыңға болады мысалы. Сөйтіп Назарбаев бір жылдан кейін, ровно бір жылдан кейін парламент тарқатып жіберді. Сөйтіп 2 жылда өзі басқарды 5 парламентті. Талай заң қабылдады, нетті. Мүмкін ол да қазіргі реформаға байланысты, ол да қажет те шығар, оған шығар, я ничего не спорю. Сөйтіп елге келдім. Елге келгеннен кейін маған жұмыс бермеді. Өйткені мен алдында ғана 1 жыл бұрын билікке қарсы сайлауға түскенім бар, жаңағы нем бар. Жұмыссыз жүрдім. 4 жылға қатынадым, балдардың киімін арқалап. Балдардың киімін саттым бір неге дейін. Сөйтіп жүріп 95 жыл 26 сентябрьде Сапарбаев әкім болды Қызылордаға. Мен депутат болғанда Сапарбаевпен танысқаным бар. Өйткені мен финансы бюджет деген комитетте болдым, депутат болған, жоғары кеңес. Сол финансы бюджет деген комитеттің бюджеттің шығыс жағындағы подкомитеттің төрағасы болдым. Сөйтіп Бердібек Машбеков ол кезде жаңағы зам министр образованиядан босап, сол жұмыс жүрген кезде, сол үкіметте экономический отделға тұрған кезде, сол мен дабыр-дабырын айқайлап сөйлеймін, Бердібек кеп маған Қожа Ахмет мынаны айтпа, мынаны айтпа дейді. Сөйтіп бақ, мен есімнен танып қалдым. Бердібек кейін өзі айтады, Қожа Ахмет, мен де ойлаған жоқпын дейді. Просто мына Бердібек экономический отделда жұмыс істеген үкіметте. Қажыгелдин ол кезде первый зам по экономике, Терещенко премьер,
өзі барлығына Құдайдың арқасында жігіттер. Бәрі бар ғой ма? Бәрі Құдайдың арқасында. Ол бар ғой, ол я вам гарантирую. Если на твоем роду написано, что сен боласың. А болмайтын болса болмайсың. Мен талай шалдарды білемін, мысалы 90-ға келген шал, 60-ға келген баласын жетектеп келе жатқанына мысалы. Енді ана шал енді құрметті, осы жерде сыйлаймыз. Шал үшін әйтеуір баласын аламыз. Бұл 30-ында орта бұзбасаң, 40-ында қамала алмайсың дейді. Сөйтіп, Бердібек Машбекович облыстық әкім болып келді. Сосын мен ноябрьде, мен ол кезде Турцияда қатынап жүргенмін, балдардың киімін алып келемін, хозяйкам Қаскелеңде универмагтан орын алып, ол кезде орын алуға да взятка беретін едік қой. Сосын Никольский базардан осы едіп хозяйкам сол балдардың киімін сатып, мен енді барып алып келемін, ертең. Сосын бір күн ноябрьде шама бір ұшып келдім да, Бекенге кіріп шықтым, поздравить еттім. Содан 96 жылы марттың 19-ында ол кезде Наурыз деген мейрамды официально қарсы алмаймыз, бірақ неофициально уже қарсы алып жатқан кезіміз. Содан бақ Жалағашта, мен уже Жалағашта да жаңағы, енді үй алғасы маған Жалағаштағы баяғын совхозға дейін тастап кеткен ПМК-мды берді маған. Соны енді ол ПМК-дан да ештеме қалмаған ПМК, бірақ енді амал жоқ, әйтеуір қашан мен мынандай балдардың киімін тасимын Стамбулдан енді. Кетіп жүрген кезім ғой. Сол 19 мартта бір досымыз звондайды Қызылордадан. Баймахан, құтты болсын жұмысын дейді. Мен өзім как раз настроением болмай келатқанмын. Я айттым, оны енді ұрысып тастадым маған. Ты что, издеваешься? Сосын ол айтты, сен маған ұрыспа деді. Жаңа Сапарбаев облыстық коллегияда сені айтыпты деді. Қазір Бекен кеп айтып деді, очередной коллега болған. Қайдан Қожа Ахмет деген ғой? Бәрін демеген. Кажется, облыс комхозбен областной архитектураны қосып, облыс комхозда Ахмет Тұрсынбай деген ағамыз, архитектурада Сапарғалиев Мәлік деген өскемен жігіті, бірақ ол жақсы архитектор, сол екі управление ғой, екі басқарма. Сол екі басқарманы қосып, бір басқарма алған екен. Сөйтіп мені бастық қылып тынбас. Бірақ сіз білмейсіз. Білмеймін, мен ана досым айттым да, налайды, бастық болатын адам шақырады шығар, собеседование там, шын емес қой енді. Басқа, енді сөйлеседі шығар дедім да. Сөйтіп мен, бірақ демалыс күні сол Жалағаштан Қарашиде отырсам, райком дейміз ғой баяғына, акимат дежурный говорит, Қожеке сізге облыс әкімінің прием несіне көмекші звондасын деп алды. Ол кезде сотка жоқ қой. Райкомға барып звондасам, Жарқынбаев Ғайнолла деген ол кезде Бекеннің көмекшісі. Рахмет Мадилович, ертең сағат 9-ға Бекенді сіз шақырып жатыр деп. Ну, уже шамалы полегчало. Бардым, сағат 9-да мен көтеріліп келатсам, Бердібек түсіп келатыр екен. Жүр Қожа Ахмет деді, 3-ші этажда отырған Фаткулдинов деген зам, он как раз сол комхоз соларды көрсетіп етеді. Кіріп барды кабинетіне, Фаткулдинов ұшып тұра келді. Ты его знаешь, тебе? Она говорит, да, знаю, там депутат приносит. Давай, иди его посади. Ол кезде облыс комхозына дом советте, областная архитектура, Локомотив стадион алдындағы неде. Сол жерге жинап, екі коллективті. Содан мен ойламаған жерімнен басқарма басшысы болдым. Бекеннің арқасында. Ол енді мен неге мысалы 94 жыл совхоз директорына мысалы мен неге депутаттыққа түстім мысалы. Хотя мен безличной скромности, я хороший директор совхоза был, совхоз миллионер болды, там мен норка асырадым. Ол кезде норка деген Шымкентте бір екі шаруашылықта бар. Норканы асырағанымда мен ауыл шаруашылығы білмегеннен кейін мен барлық жерге өзім барып жүрдім. Мен совхозды қабылдаған кезде біздің совхоздың сиырларының бәрі туберкулез болды. Ол кездегі талапқа байланысты туберкулез болған шаруашылықтардың сиырларының бәрі мәскомбинатқа өткізу керек. Сөйтіп орнына басқа сиыр алу керек. Демейсіз? Сөйтіп мен Белоруссияға барып, Қарала деген, ол кезде Қарала деген облыста жоқ, сол Қарала сиырды сатып алып, сол кезде сол председатель колхоз еврей деген халық бар ғой, обижайся, не обижайся, еврей ол еврей. Понимаете? Ну, умных же не любит. Даже, по-моему, Құранда бар дейді, мен еврей балама басқа жол береді деген.
сондай пайғамбардың айтқаны бар дейді. Мен өзімнен оқыған жоқ, өтірік шырмай ақ қояйын. Ана Березовскийге осыдан бір 10 жыл бұрын ол Березовский марқұм тірі кезінде журналист сұрақ қойып жатыр. Почему одни евреи олигархи деп? Березовский, Ходорковский, там, Абрамович деп. Действительно, одни еврейлер ғой енді. Сонда Березовский айтады, ну я же не знаю, дейді, я даже институт не кончил, дейді. Вы же знаете, что я даже институт не кончил, дейді. Ну, может быть, мы евреи, дейді, на полчаса раньше думаем, дейді. Сол на полчаса раньше думать еткен біз оларға жетіп жатыр ғой, мынау. Еврейлер үйді бастайды, бәрі алатын майын, арзан учаскінің бәрін сатып алғаннан кейін қазаққа головы стукнет. Одан кейін үйді біз бастаймыз қазақтар. Мен кеше қала әкімі болғанда, осында үй салатын болғанда талай жер алып қалады дедім ғой, мысалы. Қазір мысалы, да, осы қазір нетіп жатсам айтады, ой, Баймахан кеше қала әкімі болғанда бәрін басып қалған ғой, конечно. Жерді де, нені де дейді ғой. Енді Құдай мені кешірсін енді. Бұхарбай бабам тұр. Мен бір дәл осындай мынандай жер қымбат болған болады білгенімде, мысалы, мен действительно басып қалатын едім. Енді а что енді 5-6 участок алып қалуға болады ғой енді, мысалы. Мысалы, сіздерге өтірік мына Ақеркені мысалы, мен қанша мың долларға сатып алып айтпай ақ қояйын. Мына жерден қазір екінші Ақерке бастайын деп, анау көп тұрса, ана жағында котлован тұрады. Сол жерде екінші Ақерке бастайын деп бар. Соны деген мен 200 мың долларға сатып алдым мына бер жағындағы учаскені. 224 миллион 658 мың теңгеге. Ол кезде доллар 120. Ана екінші участок уже почти 12-13 жыл болды. Енді екінші хозяин дурак емес қой. Қожа Ахмет саған 200 мың доллар бер, маған да 200 мың доллар бер дейді ғой. Сол үшін анау саламай уже почти 12-13 жыл болды. Кеше былтыр келді. Балам Астанаға көшіп жатыр еді, Қожеке 14 миллионға алшы деп. Мен айттым, мына 14 миллион шамалы жобаға келеді дедім. Қазір соны алайын деп жатырмын. Құдай қаласа, ана котлованды қазып қойғанмын, соның орнына қазір екінші Ақерке салайын деп жатырмын. Басқа жерлерді айтпағанда. Мен мысалы еврей болсам, соның бәрін ескерер едім ғой. Қазақ болғаннан кейін. Қазақта еврей жоқ болсанда? Қазақта еврей жоқ. Енді бірақ наймандар ше деп. Жоқ, признанный еврей жоқ. Жұрт мойындаған. Бірақ найман жағы кім деді енді? Өтірікші болмай ақ қояйын. Қала әкімі болдым дедіңіз ғой, сол жайлы айтып өтсеңіз. Қай жылда? Ол қала әкімі. Содан кейін сол 97 жылы Бердібек Машбекович мені Жалағашқа жіберді әкім қылып. 98-99 жұмыс істедім. Сөйтіп 99 жылы 9 апрельде мен Жалағашта пионерский лагерь салдым. Бір тиынсыз. Нарайкүл Байназарова бір 500 мыңға ма жаңағы обком профсоюз работник образования. Нарайкүл қарындасым сол лагерьдің нелерін алып берді, ана койкілерін, бір нәрселерін. Есін. Қалғанын бәрі Жалағаштың халқы просто асар ретінде салды. Сол кезде Бердібек Машбекович шақырдым мен. Бекен келді. Қожа Ахмет не тағы да істеп жатқан деді, давай, мен уақытым жоқ. Біз бана лагерьді көрдік. Ол не деген ғой оны? Бізде водокачка деген жер бар, Жалағаштың ар жағында, бір Ақпатшаның кезіндегі водокачка ғой. Сол жерге. Бекен қалаға звондады, Айнулаға. Айнула менге жиналысын бәрін отменить деді. Ырза болды. Екеуміз сол Аққұм мен Илищин шекарасында облыс әкімін шығарасың ғой енді, шығарып салып тұрасың. Сол жерде маған Бердібек айтты, Қожа Ахмет қалаға кел деді, әкім болып. Сосын мен айттым, Досманбетов ше деді мен, Бақберген. Бұл четверг. Ертең пятницада облыс мәслихаттың несі болады деді. Сол жерде Досманбетовты сенатқа ұсынамыз деді. Мен айттым, хорошо енді, а че? Тем более Жалағашта 2 жыл болды. Аудан әкімде жұмыс жоқ қой. Үшін бір қоя, тем более қазір мысалы уже райздрав жоқ, районы жоқ. И так мысалы аудан әкімі былай пш. Былай да даже олар болғанның өзінде бар ғой, Шыстырдың кезінде еще понятно, совхоздар болды мысалы, андай бір не болды мысалы. Қазір енді, ауданда мысалы, облыс әкімі ауданға 2 ақ рет келеді. Көктемде егісте келеді, апрель-майда. Содан кейін сентябрьде уборкке келеді. Болды ғой. Қалған кезде ол қайтеді деді облыстың әкімі аудандардан. Жалағашқа барғаннан бір, Қармақшыға барғаннан не болады енді? Тем более ол кезде ақша жоқ кезде.
Осымен Бекенге айттым, Беке как раз июль ғой енді, как раз бізге июльде сол отпуске береді жылды, уборканың алдында. Беке осылай отпуске деп едім, барлықтарында понедельниктен отпуске жіберемін деді. Сөйтіп понедельникте отпуске кеттік, сол Сарыағашта демалып жаттық. И сол июль айының сол аяқ жағында бір 29-ында ма Сарыағаштың курортының бастығы, біз мына Еламанов, мына Бекмырза Қармақшының әкімі, екеуміз демалып. Қызылордалықтар не қылып жүрсіңдер, сендердің әкімдеріңді Шымкентке әкім қылып әкелді деді. Сапарбаевты Шымкентке әкім қылыпты. Жаңағы Назарбаев келіп отырғызып кетті. Бізге кім дедік қой. Жұмысымызды, демалыстың бәрін тастап, есімізден танып, сендерге білмеймін, жаңа Назарбаев сол Қызылордаға кетті деді. Ол кезде Сапарбаев әкім, Нұрғисаев первый замтығы. Бірақ әңгімені тоқытержен келген кезде Серікбай әкім болды. Ол ертеңінде 30 күні Серікбайға кіріп шықтым. Мен Нұрғисаевпен практически қатысқан адам емеспін. Мен ошем енді білмеймін, енді дұрыс па, дұрыс емес па. Аудан әкімі, қала әкімі тікелей облыс әкімімен жұмыс істеу керек. Айналып келгенде орынбасарға сен барғанмен де орынбасар барады да әкімге айтады. Сөйді мысалы, осылай деді, үйтті бүйтеді, оны еще жақтырмаса мұрын тыржитып айтады. Поэтому я очень не понимаю эти вещи. Облыс әкімі, аудан әкімі или там қала әкімі это напрямую надо. А егер де одан кейін облыс әкімі хорошо десе, уже орынбасарыңға тапсырасың. Хорошо деді. Мектеп болса, мысалы, сол саланы басқарған орынбасарға бар, и с ним вот эти вещи обговорили. Сол сияқты мен Нұрғисаевпен практически мен еткен емес. Енді бұл араласатын деді, ешқашан біздің жолымыз былай қиылыспаған. Нұрғисаевқа барып, Сәке, орныңыз құтты болсын деп едім, Серікбай айтты, Құлжеке қалаға келдіңіз деді, әкім болып. Енді мен оған айтқан жоқпын да, жаңа Бекен кезінде осылай маған уже айтып еді, не бар енді? Тиіс жатқан жаңағы нені нетіп. Содан мен август, сентябрь, октябрь, ноябрь 4 ай күттім ғой. Аға Доспанбетов сенатор болды сентябрьде. Сөйтіп ол 2 декабрьде сенатқа бір өзінің қызметіне барды. Оған дейін Бақберген ағам қаланың жұмысын істей берді. Мен ішімде бәрі жүрді. Сол 2 декабрьде әкім болдым ғой. Мен мына қалада істеген жұмыстарымның облыс әкімі мен қала әкімі ешқашанда дұрыс тұрмайды. Екеуі де екі қошқар ғой, екі бас. Қала әкімінің ақылы көптеу болу керек. Мынаның бәрін істеп жатқан сіздің арқаңызда. Ол на самом деле соның арқасы, егер де поддержка бермесе істей алмайсың ғой мысалы. Сондықтан Серікбай Өрікбаевич, дорогой Леонид Ильич, ол Серікбайдың да, мен айтам, Серікбайдың орнында басқа азамат әкім болғанда, облыс әкім болғанда. Мүмкін осы жұмыстардың көбісі мен мүмкін істей алмас едім. Мен Сәкенді бір нететінім, бір сыйлайтын, мен осы кезге дейін, мысалы, жақсы араласам, тығыз араласам, мысалы. Серікбайдың бір Серік Ретаев деген интернатта бірге оқыған досын алып келді, Замаким области болып. Жаз айларында біз мына мазут, ол кезде мазутпен жағамыз ғой тетісті. Жазда мазут бір $5 болсын, $6 болсын, арзандау болады. Сондықтан енді ол кезде теске деген страшный мазут кетеді ғой. Біз газды әкелгенімізде сол мазуттың қымбаты болады. Сондықтан біз жазда стараемызда бір хотя бір 20 күнге, 30 күнге бір мазут алып қойғымыз келеді. $5-6 арзан мазут. Мен мазутқа кеткем Алматыға. 2-3 күннен кейін келсем, менің орынбасарым, тесттің бастығы, водоканалдың бастығы, ненің бастығы, мына коммерциясының бастығы. Олар айтады, Құлжеке сізге кіріп шығайық деп. Менде ошен болмайды, кіріп шығайық. Сенің орынбасарың кіріп шығуға рұқсат сұраса, одан не жұмыс болады? Жұмыс па? Приемныйға келу керек, бастық бос па деу керек, бос десе кіру керек, болды. Я вообще не понимаю эти вещи. Запись жазады қазір. Сосын менің бір принципім, мысалы мектептің директоры болатын болса, сол идеология замын айтам. Сен ұсын дейін. Өйткені енді ертең завтра тебе с ним работать. Солай емес пе? Ертең сен ашық айтпағанмен, ол бір балбес болса, сен айтып жүрсің, ана Баймахановтың туысқаны, Баймаханов айтқасын қойып едік, мынау ғой дейді. Мысалы, мына ТЭЦ бар, басқасы бар, водоканалы бар, оған мысалы Усербаев жауап береді. Өйткені ертең
енді мен жаңағыдай ғой, мысалы білмейтін адамды қалай қоясың? Ол біздің мысалы біз совет үкіметінің кезінде тәрбиелеген басшылар біздің басымызға ол кіріп шықпайды. Иә. Біздің мысалы ешқашанда біздің басымызға кіріп шықпайды. Мысалы агрономды министр здравоохранения қылу, болмаса докторды апарып министр сельское хозяйство қылу біздің ойымызға кіріп шықпайды. Сөйтіп бұл жерде сол төртеуі ма бесеуі кірді. Не болды деп еді? Кеше сіз жоқта жаңадан келген облыс әкімінің орынбасары Ретаев бізді шақырды деді. А мен Нұрғысаевқа қойған бір-екі условием бар деді. Соның бірі мен айтаттым, Сәке, сіздің орынбасарларыңыз менсіз менің адамдарым шақырмасын дейді. Өйткені мен алдында колхоздың бастығы болдым ғой жаңағы. Сол кезде мен білемін, мысалы жаңағы қала әкімінің жаңағы несін жаңағы замаким шақырып прямо звондайды, ты мне ко мне приходи деп. Алар жүгіріп келеді. Мен сол Серікбайға айтқам, Сәке, маған шықсын, осындай адам керек деп, жіберіңіз деп. Сосын мен жіберемін, Сәке дедім да, что без меня деп. Серікбай айтты, нормально, конечно. Енді мен барсам, ана Ретаев, оказывается, мен кеше Алматыда мазутта жүргенде, Ретаев, оказывается, бұларды шақырып тапсырма берді. Ты не имей привычек менің адамдарды шақыруға деді. Без меня ты не имей привычек шақыруға деді. Слушай, я аким города дедім. Он мой заместитель дедім. Какого хрена ты имеешь право дедім, минуя меня его приглашать дедім. Артынша бір жарты сағаттан кейін облыстық приемка, рахмет Мадибаевич, сізді Серікбай шақырып жатыр деді. Ну, сразу понял, барсам сол Ретаев отыр екен былай, күжірейіп, Серікбай отыр былай. Сосын Нұрғисаев маған Баймаханов десе, значит 100% айта беремін. Нұрғисаев маған Қожеке десе, уже 60% айтамын, значит біреу жамандаған. Егер Нұрғисаев маған Қожахмет Мадибаевич десе, это штанга, значит жамандағанда да капиталь жамандаған. Енді бастықпен білуін керек қой, бастық несін. Ол бірақ маған Қожахмет Мадибаевич Қожеке деген жоқ, Баймаханов деді. Баймаханов, мына Серік Салимович что-то ренжіп отыр деді да. Сосын мен айттым, Сәке, помните, когда мен қалаға келгенде, мен сізге бірақ өтініш айттым ғой, Сәке деді. Кеше мен Алматыда жаңа мазутта жүрсем, Серік Салимович, оказывается, Усербаевты бәрін шақырып алып, тапсырма беріпті деді. Сәке, что за херня дедім. Енді маған неге айтпайды дедім. Сосын мен айтам ғой деді. Нұрғисаевты үндемей қалды. Нұрғисаевты үндемей қалды. Ну, это просто, жаңағы сонда сол Серік Салимович айтты, Серікбайға. Ана қала әкімін құртпасам болмайды депті. Сен қала әкімін құртпасаң, сонда Серікбай айтыпты. Маған қалаға сондай адам керек депті. Вот я почему вот Нұрғисаев уважаю деймін да, мысалы, енді сондай бір майда-шүйда әңгімеге бір еріп кетсе де болады ғой. Такие случаи много, когда майда-шүйда бір оққа тұрмайтын әңгімеге еріп, мысалы, ара қатынастардың бұзылып жатқан. Сондай жағынан мына ақыл жеткенде, действительно енді біраз жұмыстарды жасадық, мысалы, ну это облыс әкімінің поддержкасымен, мысалы, 2003 жылыма бір өсек шықты, Нұрғисаевтан Храпуновтың орнына барады екен, там, Умбетовтың орнына Жамбылға барады екен деп. Мен сол кезде Серікбайға кіріп айттым, Сәке, мани деп дедім, аэропортты салдың, набережныйды салдың, ананы салдың, мынаны салдың. Я говорю, мен енді подрядчиктерге қарызбын, жұрттың бәрі өсек қылып жатыр, сізді ана жаққа кетеді екен, мына жаққа кетеді екен деп. Ертең говорилды деп. 2003-тің екінші полугодиясына мұнайдың бағасы өсе бастады. И содан бастап бюджетке де ақша түсе бастады. Мен Бақберген ағамнан где-то қаланы қабылдап алғанда, менде где-то 36 миллион ба, сондай қарызым бар тұғын. Қаланың қарызы бар тұғын. Подрядчиктерге, басқаға деген. Мен кімге аты кім еді Өдербаевқа тастап кетіп жатқанда, мен 60 миллиондай қарызым болып мысалы. Қайта енді мына аэропорты бар, басқасы бар дегенде де. Соның барлығы да мысалы облыс әкімі мен қала әкімінің бұлай бір адамдай жұмыс істеген. Енді сол жылдары біраз нәрсе бір застройка, постройка болып кетті ғой, сол жылдар біз кішкентаймыз. Площадь сол кезде реконструкция болды деме? Сіздің кезіңізде площадь реконструкциясы болды? Площадь болды. Сондай нәрселер болды. На аэропорт деген гараж на 50 автомашин. Сіздердің кезінде 50 орындық мына гараж, мына қазіргі аэропорт. Мен Қызылорда қаласына әкім болып келдім, маған Нұрғисаев айтты, Баймахан аэропорттың баяғына Әуелбековтің кезінде бастаған фундаменттер тұр ғой мына жағында. Соның сол бір шетінен сол фундаменттерді пайдаланып, двухэтажный не салмақшы екен, как вип-зал. Маған бір күн Серікбай айтты, Серікбай шығарып салып тұрғанымда аэропортта. Баймаханым аэропортты басташы деді. Сосын мен бұлай қағаздарын көтерсем, тем более ақша жоқ қой енді бір тиіп.
Бір кезде көзім анау ар жағында жаңағы осы қазіргі аэропортқа түсті. Нұрғисаев шығарып салғаннан кейін машинамен ар жағына барсам, осы аэропорттың бастығы не десем, бұл 80-ші жылдары гараж деді, на 50 автомашин. 80-ші жылдары сол гараж деп салғанбыз, бірақ енді мынандай заманға қойып. Сосын мен соның архитекторды шақырып алдым да, Еркінді. Мынаны алда аэропортқа сыз деді мен. Ол маған сызып әкеп берді. Осы қазіргі суретімен. Сосын мен Нұрғисаевқа барып айттым, Сәке. Бір 2 күннен кейін ұшып келген кезде мен айттым, Сәке, ну видишь, говорю, это, оказывается, гараж на 50 автомашин деді. Ну и что деді? Давай аэропорт сделаем деді. Мен айттым, Баймақан шындысың ба? Гаражды қалай аэропорт қыламыз дедім. Мен айттым, Сәке, 68 ұзындығы дедім. 36 метр ені дедім, Сәке. Бәрі железобетонный. Мен құрылысшымын ғой енді. Нұрғисаев үндеген жоқ. Содан облыс акиматқа келдік. Облыс акиматта машинадан түстік. Мен өз жиыма мініп қалаға кеттім. Нұрғисаев облыс акиматқа кіріп кеткен болды. 40 минуттан кейін ба помощник звондайды, сізді әкім шақырып жатыр дейді. Помощник Ерлан деген футболист тамақ жігіт болды. Сосын әкімнің помощнигімен де жақсы болуын керек қой, анау мынау. Настроениесі қалай, анау мынау деп. Ерланға айттым мен, не болды деп, сол жерге айтпай-ақ қойыңыз деді. Жаңа облыс акиматқа кірген болды да, сосын маған айтты, Баймақан кетті ма, қарашты. Сосын сіз машинаңызға мініп кетіп қалғаннан кейін кетті деп, қайттан аэропортқа кеттік деді. Аэропортқа барып, айдалада тұрған бір нәрселерді көрді деді. Сол келген бойымыздан бірден сізді шақыр деп айтты деді. Онан аэропорт қылса қалай болады? Сосын мен айтпаймын ғой, сіз барып көріпсіз деп деді. Сосын тағы айтып алып, Сәке, қазір барайық, мешітті көрейік деп. Ситуация сол ғой, мысалы. Вот что мне Нұрғисаева нравится, мен мысалы Нұрғисаевқа дейін мен гороскопқа сенбейді. Как я на гороскоп внимание обращал. Нұрғисаев майда туған, Нұрғисаев близнецті. Былай құлап қалған кезде Нұрғисаевты, біз Ерімбетов 2 табын, оны талай былай құлаттық. Былай жатып қалған жеріне, мысалы. Кіріп барып айтамыз, Сәке, болмайды, Сәке, так не надо делать дейміз, и бүйтіп. Кейбіреулер бар ғой, мен айттым, бітті деп қатып қалады. Серікбаев, мне что нравилось, я его мог переубедить, понимаете? Не то, что я, вот. Неге диалогқа ашық қой. Диалогқа ашық. Понимаете? Даже мысалы мына қорқыт ескерткіші. Бір рет маған айтты, Баймақанға қорқытты басташы деді. Мен енді орыс мектебінде оқыған, бірақ енді қорқыттың басына барып, енді Құран бағыштайтыным бар, бірақ енді, ну, как? Оказывается, мынау драма театры Бекежанов пен университет бір қазір ту тұр ғой, бір ту. Сол жерге қорқытты қояйын деген екен, бұлар. Уже октябрьде жаңағы не болған, жаңағы конкурс. Ерімбетов конкурс өткізген, сонда конкурсты, оказывается, осы жерге деген екен. Сосын мен айттым, мен білсем, қорқыт жаңағы несінен, бір нәрсесіне мініп алып, сол дарияның жағасында жүрген ғой, туда-суда. Мен айттым, какое отношение он сюда имеет? Ну, сосын үндеген жоқпын. Содан кейін Тағзым алаңы, как раз 2000 жылы соғыстың біткеніне 55 жыл ба, солай болды да. Тағзым алаңы айналасындағы нені бұздық қой бәрін. Әлі жаңағы казармаларды. Біз где-то 400 бір нәрсе адамды көшірдік біз. Бүкіл осы қалада неткен. Площадка ашық тұрған. Мына жердегі желтоқсанның бойындағы барактар, ана Қонаев көшесіндегі барактар, енді әр барактар 9-11 квартира ғой. Сол Тағзымды бітіріп өткізгенден кейін мен бір қаланы аралап жүрдім, Көкшетау кафесінің қасына келген кезде, дария жақта маған котельныйдың трубасы көрінді. Яқта, дария жақта. Ол кезде мына көше жабық, ол кезде Абылқайыр деген неден бітеді ғой, Қорқыттың бер жағынан. Содан мен жаяу жүріп отырып, ол кезде мына Кенжебаевтың Жайна деген бәрі базары, қазір жол бар, Народный банкке шығады, ол кезде ол жол жоқ. Бүйтіп айналып барып, мен психбольницаға тіредім. Психбольницаның қорасына. Содан мен охранник кіргізбек, кіруге болмайды деп. Ол кезде психбольницаның несі главврачы Карс. Мен айттым, главврач позови деп едім, главврач келді. Қорасына кіріп, жаңағы оказывается котельныйдың трубасы екен.
Мына жағында шошқалар жүр. Ол шошқа фермасы бар екен. Сол прям сол психбольницаның қорасында. Мына жағында бір общем ана жүйкесі ауыр адамдардың оказывается сол жұмыс істетуге сондайдың бәрін сала береді екен ғой. Шошқа ұстайды екен, басқа ұстайды екен. Сосын мен главврачқа айттым, слушай, здесь мы поставим памятник қорқыту дедім. Главврач шошып кетті. Как поставить, а мы куда деді. Сөйтіп бір қорқытпауға ескерткіш қоямыз деп біз 14 мекемені көшірдік. Психбольницаны психохроникке көшірдік. Мына екінші микрорайонда. Психохроникті біз МИСқа көшірдік. МИСті біз Тасбөгетке көшірдік. Тасбөгеттегі интернатты Гагарин интернатына көшірдік. Гагарин общем 14 мекемені көшірдік. Бір қорқытты қою үшін. Военкоматты көшірдік. Енді өткен өмірлік тәжірибеңізбен ақпараттандық, бөлістік. Бұл біздің жаңағы көрермендерге де бізге де бір үлкен бір серпіліс береді деп ойлаймын. Енді қазіргі қоғам жайлы айтып өтсеңіз. Қазіргі өзіңіздің кеңес үкіметінде болған қоғаммен, сосын кеңес үкіметі құлап жаңа Қазақстан пайда болған кезде қоғам, сосын Қазақстанның дамушы елдер қатарында ғой. Қазіргі қоғамның қандай айырмашылығы бар, қандай жеріне көңіліңіз толмайды? Қай жеріне көңіліңіз толады? Мен бағана да айтып едім. Мен қайтадан айтайын. Біз мысалы мен кеңес үкіметінің кезінде 8 жыл ПМК-ның бастығы болдым. 5 жыл совхоздың директоры болдым. Переходный периодта Жалағаш ауданының әкімі болдым мысалы 97-99 жылдары. 99-2004 аралығында мысалы осы Қызылорда қаласының әкімі болдым мысалы. Енді біз мысалы мына жылдың қорытындысымен осы елдің алдында, халықтың алдында есеп беріп тұрғанда мысалы осындай жетістіктерімізді айта келетін еді. Содан кейін өкінішке орай осындай кемшіліктеріміз бар деп айтады тұрмыз біз. Понимаете? Ну, действительно, осыны айтып тұрмыз кемшіліктерін. Қазіргі докладты оқып отырсам бар ғой, бәрі тамаша ғой. Бәрі тамаша. Тамаша болған жағдайда неге мына халықтың жағдайы осындай мысалы? Қазіргі әкімдердің ана критерийесі бар ғой, әкімдерді бағалайтын критерийін өзгерту керек. Бәленбай тонна мұнай алды, осыншама тонна уран алды, осындай заводты салды, осыншама картоп алды, қауын алды дегенде бар. Это вчерашний день. Мұнайды мысалы облыс әкімі алып жатқан жоқ. Оны мысалы Қытайы бар, басқасы бар, ақшаларын салып, ол мұнайды айтып. Облыс әкімі сол скважина қай жерде екенін де білмейді мысалы. Оған білудің керегі де жоқ мысалы, былай қарағанда. Сол сияқты уранын да сол сияқты. 15 жыл болды стекольный завод деп тұрған. Мен кеше қала әкімі болғанда, мен осы стекольный заводқа байланысты айналысқан мұсылманның бірі менмін мысалы. Стекольный заводты ертең өткізген менде бар ғой, ол стекольный завод ертең жұмыс істемейді. Рынок жоқ, оны етеді. Мына жерден бастап, анау Батыс Қазақстан облысы шекарасына дейін 1200-1300 километр. Ар жағында где-то бір 200 километр тағы да қос, одан кейін российский рынок басталады. Россияда өзінің стеклосы жетіп жатыр, жаңағы Башкирияда, басқада дегенде. Мына жағы Өзбекстан солай. Ну, лайым болсын. Мен болмас. Мен талай инвесторлар келді, біз кеше қала әкімі болып тұрған. Біздегі бар ғой, мына чешский хрусталь бар емес, мына чешский хрусталь. Сол чешский хрустальды жасап атқан жаңағы шегеғым бар ғой. Сонда содержание кварца 16%. Мына Россияда, Башкирияда бір жерде хрусталь шығарады. Сол жердегі мына шегеғымдағы содержание кварца бір 20%. Аралдың топырағындағы содержание кварца 98-96%. Аралдың шегеғым бар ғой, общем тазартпай-ақ бірден хрусталь жасай беруге болады. Понимаете? А соны деген Қапшағайдағы орыстар тым-тырыс ешкімге айтпай, келісетін адамдармен келісіп жатқан шығар. Вагон-вагонмен тасып жатқанда 20-26-дан асып кетті уже. Понимаете? Осындайларға байлады. Мен айтамын да, ну какого черта говорю, если вот это жаңа аралдың жаңа песогы находится аралда, неге аралға салмаққа, солай емес пе? Ертең оны вагон-вагон Қызылордаға тасу керек. Арал мысалы Жалағаш болса, мысалы арал деген қала ғой ол, солай емес пе? Аралға салсайшы айналайын, это во-первых. Тогда шамалы болса да себестоимыз азаймай ма, шамалы болса да. Ол бір жағы. Бізде бар ғой, көбісі сол ғой. Облыс әкімінің, аудан қала әкімінің көрсеткіштеріне мынаны енгізу керек.
от биылдыққа светтің, судың, жылудың бағасы көтерілмеді. Былтырғы қалыпта тұр. Егер де сол коммунальный услугтың бағасы көтерілсе, ол әкімге зиян, ол әкімге минус, солай емес пе? Сонда уже облыс әкімдері істей бастайды жұмысты. Показатель. Екінші сондай жизненный показатель, қарапайым халыққа керек, мұқтажды істеу керек қой. Ол жаңағы стекольный заводы бар, мұнайды бар ғой, аналар өздері үшін істейді оны. Өздері ақшаларын салып жатқаннан кейін сол ақшаларын қайтару үшін істейді олар. Мысалы, былтыр октябрь айында міне документ. Мен кеше антимонопольный комитетке жазып, антимонопольный комитеттен ұтылып қалды жаңағы мына Қазтранс аймақтың басшысы. Міне бидеге Қазтранс аймақ Қызылорда өндірістік филиалының тауарлық газды тасымалдау қызметіне тарифі 1000 текше метрге 5941,35 теңге болып бекітілді. Немесе дейді, 9083-те 51 теңге болғаннан, тариф 34-те 6%-ға төмендеген. Бұны былтыр октябрь айында Қазтранс газ аймақтың басшылары өздері айтты. Сода осыған байланысты 1 январдан бастап газдың бағасы арзандау керек еді. Мына тасымалдау арзандағаннан кейін газдың бағасы арзандамай ма? Олар арзандатқан жоқ. Кеше апрельдің аяғында, майдың басында антимонопольный комитетпен соттасып, соттан ұтылып қалды. Мен енді айтам ғой, енді ладно, мына Қазтранс газ аймақтың басында тұрған очередной бір күйеу бала. Бәрі сон ғой мысалы. Енді бұндай нақал болуға болмайды ғой айналайын. Сен мысалы өзі мойындап отырсың, арзандағаны, мына 9083 теңгеден 5941 теңгені мойындағаны өзі мойындап отырсың. Антимонопольный комитеттен соттан ұтылып қалдың. Енді сен бағынсай заңға, бағынбайды мысалы. Мен облыс әкіміне де осыны кіріп айттым. Кеше жеңіліп қалғаннан кейін мен тағы хат жаздым. Значит, 1 июльден бастап, 1 январдан 1 июльге дейін мына газдың бағасын перерасчет жасау керек. Солай емес пе? Енді мысалы газдың бағасы қазір 21.000 теңге. 21.000 теңге. Менің есебім бойынша мына 9083-те мына 5000 жаңағы 34% алған кезде газдың бағасы кемінде бір 5 теңгеге арзандау керек. Сонда газдың бағасы бүгінгі күні 17 теңге болу керек. Енді соның бәрі неге перерасчет жасамайсыңдар деп жатырмын ғой. Бір мұсылман үндемейді ғой. Мен қазіргі басшыларға таң қалатыным бар ғой. Мен қазір мысалы прокурорға, облыс әкіміне жаңағы Фейсбукта жазған кезде олардың бір нәрселері бар екен жаңағы. Не дейді? Пресс-секретарь. Жоқ, пресс-секретарь емес. Солардың жаңағы несіне бару үшін олардың бір отметка жасау жоқ. Отметка. Отметка жасау керек. Белгілеу керек. Файлдар ма, бір нәрселері бар екен жаңағы. Собачка қояды да. Тек қана сол кезде, оказывается, олар уже көрмедік деп айта алмайды екен. Мен соған дейін үйрендім ау. Бір шақырып алып, осылай былай басып берді. Қожеке, енді бұл деді, мен ол прокурорға жазғам осының бәрін. Бұның деді, ол прокурор емес, генеральный прокуратура сіздің мына жазғаныңызды оқиды деді мысалы. Сөйте тұра бар ғой. Мен облыс басшысы болмағанды айтады ғой дедім мен. Айналайын, мына біздің мына Гүлшара қызымыз келген кезде әйтеуір газдың бағасын арзандатты деп. Солай емес пе? Ол стекольный салды, ана пәленбаймын тоны, мына это нахрен никому не надо. Оның бар ғой, жігіттерім, оның екінші жағы бар ғой. Газдың бағасы арзандаса, жылудың бағасы арзандайды. Өйткені ТЭЦ деген газ пайдаланып отыр. Жылудың бағасы арзандаса, свет арзандайды. Су арзандайды. Я вообще не понимаю, оны деген кәдімгі қопақ бәрі жабылып деген кәдімгі іске қосу керек қой. Міне облыс басшылығына міне. Ағай, көмектесіңізші, 7 балам бар, 2 балам инвалид, күйеуім тастап кетті. Светті қиып кетті, 23.000 теңге қарызбын. Ішетін тамаққа ақша жоқ. Бір баламды Алматыдағы, Ақсайдағы больницаға апаруым қажет деп кеше маған телефон салды. Мына жерде жазып келем, 15 жылдай болды деп, Енді мен кеше жігіттер былай ғой. Мысалы, сіздердің кезінде менің 4 балам болды. 4 балаға маған 12 сомнан 48 сом ақша берді үкімет. Ол ақшаны үкімет маған рахмет ретінде беріп отыр.
что мына СССРдың халқын көбейткені үшін, СССРға очередной ұлды әкелгені үшін, қызды әкелгені үшін деп рахмет деп беріп отырмын. Сондықтан балаға берген пособие бар ғой, ол деген бай емес, кедей емес. Бала туғаннан 18 жасқа дейін ол барлық мемлекеттердің беретін ақшасы рахмет ретінде. А соған прописка сұрайды ғой. Прописка дейді ғой. Мынау Жаңақорғанның келіншегі. Мен бұларға айтып шаршадым. Мен айтамын, мен айналайын-ау. Жаңақорғанның келіншегі, Жаңақорғанда жұмыс болмағаннан кейін Қызылордаға көшіп кетті. Мына жерде айтады мына. Неге пособие алмайсың? 7 балаға, 2 бала десем, пропискам жоқ. Бір кісі 20 мың теңге берсең, сабалаққа прописка жасап беремін деген, оған ақшам жоқ дейді мысалы. Мен бұларға айтамын, мен айналайын-ау. Басқа пособие бар ғой, жұмыссыздыққа, басқаға деген пособиені түсінуге болады. Оған надо доказывать, что менде жұмысым жоқ там. Мынаны дедім да, Қазақстан азаматы болса болды. Оған керек бір документ, свидетельство о рождении. Туу туралы куәлік, оны мемлекеттің өзі беріп отыр. Иванова, Марина Петровна дегендей. Сөймейсің? Сен үндемей бере беруің керек қой. Тем более, ол ақшаны республика береді. Оны Астана береді ол ақшаны. Понимаете? Сондықтан Жаңақорған келіншегі Қызылордада тұрма, Жаңақорғаннан справка ал. Бар алып келсін Жаңақорған. Да, мен Жаңақорған тұрғынмын, осында Иванова Петровна. Но бірақ сейчас временно проживаю в Қызылорде. Сен ана балаға тиісті пособиесін берсей, нахрен нужен прописка. Сондай ғой, бізде бар ғой. Керек емес бюрократия. Керек емес болғанда аяқ астынан ғой, аяқ астынан бір шірен отырады. Бір шірен отырады. Қазіргі жастар бар ғой. Мысалы, вот менен бар ғой, көп болса бір 5 жас, 6 жас үлкен ағалары бар осы жерде мысалы. Жақсы үлкен. Мысалы, былай келген қарағанда, олардың қызметі мысалы, менен асып істеген қызмет жоқ мысалы енді. Мысалы, облыста көп болса 2 адам бар шығар, аудан басқарған, қала басқарған. Біреуі Шарипов Жарылқасын кеше, Қазақ ауданынан Қызылорда, екіншісі мен. Екеуміз де совхоз директор болғанбыз. Мен бұл совхоз директорден қала әкімі болған ол республикада көп болса сондай шығар, өзімді мақтап қояйыншы. Мәселе оны. Бірақ соны 4-5 жас, мысалы 49 жыл, 48 жыл ағалар бар, мен мысалы 53 жыл. Мен соларды осы кезде дейін құрметтеймін мысалы. Шын ғой мысалы, просто жасын құрметтеймін. Енді істеген жұмысын айтып тұрған. Қазіргі жастарда сол жоқ қой мысалы. Орнынан тұру, нету, білмеймін. Менде бір кісі болды. Ол кезде 70-ке келіп қалған. Мынандай қағаздарды қол қойдырту оның жұмысы. Мына жаңағы санэпидстанцияға, пожарникке, анаға бізде актілер бар ғой, үйде өткізген кезде. Өзі бізге құда. Енді қызы біздің менің інілеріме шығып алады. Бір күні планеркеде айттым. Әбеке, не болды дедім, ана госакты дедім да енді. Неше уже почти 2 жеті болды ғой жүрген. Сосын айтты, Қожа Ахмет деді, қалада бір зам бар деді. Замдар қол қояды ғой бізде. Виза береді ғой. Ой, бір жап-жас бала деді, сондай бюрократ деді, Қожа Ахмет мені шаршатты деді. Сосын сол жерде отырдым да, жаңа телефонын бер дедім, телефонын берді. Сосын сіз дедім, сіз осындай бір нәрсе емшісіз ба дедім. Сен кімсің деді маған, ана аяқтан. Сосын мен айттым, сіз біріншіден сен демедіңіз, сіз дедіңіз демедім, трубканы лақтырып жібердім. Джипқа мініп алдым, ол кезде біздің офиста гормол заводта, ана запытта. Ашуым тарқап келатыр, ол кезде Горакимат мына Восточный микрорайонда отырды ғой, ана жерде. Сонда. Ашуым тарқады, бірақ енді сол келдім да, өзін жема деп, өзім деді, кіріп келдім бұлай. Орнынан ұшып тұра келіп, қожырге, көке бір нәрсе деп жатыр. Келіп отырды, мен былай отырдым да, телефон набрал его телефон. Телефон шірете қалып, да деді бір кезде. Жаңағы звондаған мен дедім. Мен сіз екенін білмеймін, мәселе менде емес деді мәселе. Енді ғой, сен мемлекеттік қызметкерсің ғой дедім. Мен саған айттым, сіз осындайсыз ба дедім. Сен маған сен кімсің деп айттың дедім. Мен Қожа Ахмет, мен айттым, мен тағы да айтам дедім. Дело не во мне дедім. Сосын мен айттым дедім, сіз мемлекет қызметкерісіз, неге сен дейстігінде ты взял трубку бросил дедім. Тағы бір мәселе, мен білмедім, сіз екен білмедім деді. Сосын айттым, ана приемныйда бір кісі тұр, үлкен кісі кірсін дедім. Жаңағы кісі кірді. Мына кісі дедім, сенің алдыңға уже 2 жеті болды дедім, ана
босақтың несі ана сен оказывается ертең кел арғы күні кел там пятница кел понедельник кел дейтін что за херня дедім там сен бәрі қол қойған ғой дедім сенікі просто формальный дедім бірден ана актыны қолынан жұлып алды да төменге барып печатьті басып жолда баратып өзі қол қойған ғой енді беріп жатыр қожа ахмет владимирович мен айттым че вы за шакалы дедім не деген адамдарсыңдар сендер дедім элементарный зат қой дедім элементарный вот понимаешь вот енді оған не дейсің жаңа желі жайлы айтып өттіңіз ғой енді сізді фейсбуктан оқимыз алдында бір ұсыныс жазыпсыз да гүлшара әбдіқалықованы отметка жасап белгілеп содан кейін сізді өзіне шақырыпты да бізде андайда билік көбінде кім фейсбукқа жазап соныкі ғана тыңдалатын сияқты да былай бүйтіп бір өздігіне айтсаң оған ой менің айтқаным 90% тыңдалмайды бүгін осы бізде өзіңіз депутат болдыңыз жақында праймериз деп жаңа форматты депутаттық сайлауға келді сол жайлы не ойлайсыз одан бұрын жалпы өзіңіздің депутат болған кезіңіздегі моменттерді айтып өтсеңіз сосын жаңағы праймеризге көзқарасыңыз менің кезімде сенатта 47 сенатор болды енді әр облыстан екеуден ғой енді қазір по моему 49 жеткен Шымкент қосылды ма 47 сенатордың біздің кезімізде 16 болды в общем 47 сенатордың 15-ін президент тікелей өзі тағайындайды қалған 32-сі әр облыстан екеуден Алматы Астана қаласы сондай болды сол 6 жылда бір ауызын ашпаған мен депутаттарды білемін бір ауызын ашпаған бізде мына протокол бойынша депутатский запрос жазасың ғой енді Қызылорда облысы Жалағаш ауданында Ақсу совхозында больница керек деп соны обязательно біз озвучить етуіміз керек былай салып жіберуге болмайды қалған сенаторлардың алдында айтуымыз керек вот министру такому-то вот Жалағаш Қызылординской области Жалағаш ауданында Ақсу совхозында больница қажет деп министр здравоохранениеге жазып жатсың бірақ оны обязательно озвучить ету ол тек қана оқып беру ғой сол мен кейбір депутатты білемін сол 6 жылда бір ғой сол запрос жасамаған депутаттарды білемін түк үн жоқ қой түк үн жоқ но просто мен сенатор болдым ба мен айтатынымды айттым мысалы мен өзімді мақтап отқан жоқпын сол 47 депутаттың ішінде көп болса Айтаханов Жалмағамбетова Ғани Қасымов көп болса сол 5-ақ депутат бар әр сессияда бір нәрсені айтып отыратын бір нәрсе айтсаң ой қожа ахмет молодец жақсы айттың дейді да мен айтамын сен неге айтпайсың енді сен басың ба мен айтамын да енді ағайыны бар туысы бар елі бар е болмаса айту керек қой мен осыншама запрос жасадым осындай неге кірдім деп енді чисто 900.000 теңге айлық алып отыр енді не бар тағы квартирде тұрып жатыр енді коммунальный услуга болмаса қалған енді мемлекеттің квартирасы ғой мысалы машинасы бар жаман жақсы болса да ұят қойып бір нәрсе айтайын деген жоқ қой сол сияқты во-первых бірінші мен түсінбей тұрған мен бірінші кезде естігенде я был в шоке оказывается жаңағы 90 адам болса 90 адамға да дауыс беруге болады екен соны мен айтамын ол не сонда оған не бас керек деймін да енді әрқайсысы алатын алсын мысалы это же праймериз мысалы солай емес пе ол маған енді бір қарындасым келді аға осылай нетесіз ба деді алдында бір інім келген сосын мен айттым да анау кеше ана інім келіп еді мен соған енді уәде беріп қойып аға маған да болады дейді мен айтамын как саған болады енді мен анаған енді аға ол бәрімізге дейді бәріне де дауыс беруге болады дейді одан кейін какой праймериз какой праймериз мысалы сосын енді екінші жағы бар жаңағы ана дауыс бергенде де мысалы біреу 2800 алды дейді біреу 3000 бір нәрсе алды дейді біреу бір нәрсе алды дейді и мысалы былай и соның ішінде мысалы жаңағы мәжіліске түсетін де бар қалаға түсетін де бар облысқа түсетін де бар ауданға түсетін де бар мен айтамын мәжіліске түсетін спискісін бір шығар солай емес пе 7 адам ба 8 адам ба мысалы солардың ішіне мысалы жаңағыдай тек қана бір адамға дауыс бересің деп мысалы 10 адам болса соның ішіне шықсын уже ясно мына мәжіліске оказывается
уже оларда былай тұрып кетпейді. Енді мысалы қазір мысалы енді естіп отырып кеше бір шамалы былай не болды, как будто енді былай жан жақтан былай не болғаннан кейін как будто бір неге шығар. Бастағы не бойынша кім ана Жаңақорғанда әкім болатын ана Әміреев осы Махамбетов екен. Иә. Былай қарасаң Абибуллаева мысалы ең көп дауыс алған Абибуллаев. Көп дауыс алған Абибуллаев. Содан кейін енді мына жан жақтан енді біз енді шамалы араластық, енді звондаған болдық. Қазір Абибуллаев пен Абибуллаева, Махамбетов, Әміреев. Енді кеше мен айтам ғой енді. Айналайын, люби, не люби. Депутат деген осы облысқа пайда келді, қалай пайдасын келтіреді дегендей сол болу керек қой, главный критерий. Адам кімнің жаман болғысы келеді? Конечно, былай басы бар адам болса, енді бағана айттым ғой, Жапонның жаңағы несі. Кәдімгі мен честныймын деп ұра беруге де болмайды. Кейбір айтады ғой, мен осылай әділмін, я такой честный. Ну, даже көңілдерінде де қарау керек қой, ну, мал что честный, пендешілік бар. Кеше мысалы, біздің бір ақсақал баласына байланысты жаңағы арыз жазып келген екен, жаңағы ардагерлер дауысына шығуға. Мен сол кезде айттым, а что такое? Менің баламда нетіп жатса бар, мен де нетем енді, ну, қалай дегенмен енді, баланың аты бала ғой енді. Балам бір жағында, мен бір жағында жүрсем, тоже как непонятно же енді. Ертең мен зиян тиіп кетіп жатса енді. Сол сияқты енді стараться надо добро делать. Зло, которое творим, когда-нибудь к нам должно вернуться. Бумеранг. Ол бумеранг. Мен мысалы Мұхтар Шахановтың Эхо деген өлеңін мен орысша оқыдым. Жаңғырық па, сондай екен ғой. Мен оның где-то 90-шы жылдары мен соның орысшасын оқыдым. И мне он как-то, мен ол кезде Мұхтар Шахановты танымаймын. Мне понравился просто жаңағы Жудайхан деген келе жатқан кезде алдынан бір әйел кесіп өтеді. Нөкерлеріне айтады, не оңбаған менің алдымды кесіп өткенде. Нөкерлері бар, алып келсе, екі қабат келіншек. Айтады, мен кешіріңіз, мен байқамай қалдым, мен осылай. Жудайхан жігіттерімен әйелді басып өтеді атымен. Сол жерде әйел толғағы келеді де, әйел бала туады, әйелдің өзі өліп қалады, жаңағы баланы қойшы асырап алады. 20 жылдан кейін Жудайхан қартайған кезде, опять әлсіреп жасы келген кезде, алдынан жаңағы бір бала атты біреу кесіп өтеді, опять жаңағыдай айтамын. Жаңа баланы алып келеді, сонда бала айтады, осыдан 20 жыл бұрын бір оңбаған менің шешемді осылай неткен екен, айыбы шешемді жаңағы кесіп өткені байқамай. Сол кезде Жудайхан ойланып айтады ғой, там много көп, бірақ сонда негізгі несі жаңағы. Сол Жудайханды өлтіреді ана бала. Сол кезде Жудайхан айтады, сол оңбаған мен едім деп. Сол айып өлген екен ғой деп. Тоқтан, за что надо отвечать, за что надо платить, Тоқтан, давай абыройлы болыңдар, аман болыңдар. Енді аға, бір момент енді біз өзіміздің бір жақсы бір әдетіміз бар еді, кітап сыйлайтын қонағымызға. Сол Қызылордаға еңбегіңіз зор ғой деп, мынау кәсіпкерлік туризм басқармасы кітап дайындаған Қызылорда туралы. Мынау 3 тілде, мынау жаңағы соның көрнекті орындары, естелікке сізге тастап кетейін деп едік аға. Рахмет. Кітап құрттарының атынан пакетімен сыр еді деп. Үлкен рахмет сізге аға. Давай, аман болыңдар. Аман.